Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Ғалия Нұрали. Бүгін сіздермен өте керемет жұмсақ сүзбелі бөлке пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, рецепттер ұнап жатса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен жылы сүтімізге аштығымызды, тұзымызды, қантымызды, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнды бірнеше бөлікке бөліп, аз-аздан салған дұрысырақ болады. Ерітілген сары майды құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына керек барлық заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып қойдым. Сүзбемізге қантымызды, қаймағымызды, жұмыртқамызды салып жақсылап араластырып, соңынан 2 үлкен қасықпен жүгері крахмалын қосатын боламыз. Бір сағаттың ішінде біздің қамырымыз осылай кереметтей болып көтерілді. Енді қолымызбен алып, тағы бір жақсылап илеп шығамыз. Қамыр қолдарыңызға жабысып жатса, жұмыс жасау ыңғайлы болу үшін қамырды аздап майлап алуға болады. Сол кезде сіздерге жұмыс жасау ыңғайлы болады. Енді осылай қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, табамызға салып шығатын боламыз. Менде барлығы 12 дана дөңгелек шықты. Дайын болған дөңгелектерді 10-15 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Енді осылай стақанның көмегімен видеода көрсетілгендей дөңгелектердің ортасын басып шығатын боламыз. Ендігі кезекте сүзбелі салманы орталарына салып шығамыз. Сүзбелі бөлкелеріміз дайын болды. Енді оның шетіне жұмыртқаның сарысымен аздап сүт араластырдым. Соны жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 190 градуста 25-30 минут пісіріп аласыздар. Кереметтей жұмсақ сүзбелі бөлкелеріміз дайын болды. Үйде жасап көруге барлықтарыңызға кеңес беремін. Өте дәмді. Балаларыңызға да өздеріңізге ұнайтынына кепілдік беремін. Барлықтарыңызға ас болсын.